Баршаларыңызға қайырлы күн. Сіздерге бүгін банан қосылған карамельный өте дәмді, ерекше пирог дайындайтын боламыз. Дәмі керемет болып шығады. Ең алдымен ұнымызды илектен өткізіп ыдысымызға салатын боламыз. Және де бізге қопсытқыш қажет. Енді венчиктің көмегімен бір рет осылай араластырып аласыздар. Қопсытқышымыз толықтай араласуы қажет. Енді бізге сары май қажет. Сары майымызды салып, осылай қолымызбен жақсылап мыжғылап, майда крошка дайындайтын боламыз. Толықтай майымыз араласуы қажет. Осылай дайын болды. Өте әдемі болып шықты. Енді бізге жұмыртқа қажет. Және де құм шекер. Толық рецепті описание бөлімінен көре аласыздар. Енді жақсылап араластырып, құм шекеріміз толықтай еруі қажет. Асықпай жақсылап ертіп аламыз. Толықтай араластырып алдық. Енді ұнымызға салып, жақсылап араластырып, жұмсақ тесто дайындайтын боламыз. Осылай бір-біріне жақсылап қамырды біріктіретін боламыз. Бізде осына жұмсақ, әдемі қамыр шықты. Енді пакетке салып, тоңазытқышқа 10-15 минутқа салып қоясыздар. Қамырымыз кішкене майы сіңіп, әдемі болып тұру қажет. Дайын болғанша енді салмасын дайындайтын боламыз. Бізге кукурузный крахмал және де қаймақ, осындай вареный сгущенка және де 2 жұмыртқа қажет. Барлығын осылай дайындап алдық алдын ала. Енді барлығын бірден бір ыдысқа салатын боламыз. Жүгері крахмалын ең соңында саласыздар. Енді жақсылап араластырып алатын боламыз барлығын. Ешқандай ірті, қою болмай, бір келгі әдемі сұйық масса шығуы қажет. Осылай астын барлығын жақсылап араластырып аласыздар. Осымен дайын болды. Енді бізге банан қажет. Бір немесе 2 бананды осылай видеода көрсетілгендей турап аласыздар. Енді холодильниктен алып, қамырымызды жайып алдық. Үлкендеу формаға жасаған дұрыс, өйткені бұл үлкен пирог болып шығады. Осылай асты жақтан тесіп, вилкамен шет жақтан көтеріп, бекітіп алатын боламыз. Енді бананды барлық шетіне қойып шығатын боламыз. Кішкене осылай арасын ашып, немесе көп қылып салсаңыздар да болады бананды. Енді үстіне сұйық массамызды құятын боламыз, салмасын. Осылай кішкене тегістеп, барлық шетіне жеткізіп құйсаңыздар болады. Осымен біздің пирогымыз дайын болды. Енді пешке 160 градуста 30-35 минут қожы қызарғанша пісіріп аласыздар. Біздің пирогымыз осылай өте керемет болып шықты. Сіздерге видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Суытып, холодильникке 2-3 сағатқа салып қойыңыздар. Өте керемет болып шығады.